Бүгін сіздерге өте дәмді сникерс тортының дайындалу жолын ұсынатын боламын. Карамельдің орнына вареная сгущенка қосылғандықтан жасау жолы жеңіл және оңай болып табылады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Каналдағы барлық рецепттерді қарап, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыздар. Алдымен бисквитін дайындайтын боламыз, яғни шифоновый бисквит деп аталады. Ол үшін 6 жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын ажырататын боламыз. Мұқият болыңыздар, сарыуызды ақуызға тамып кетпеуі керек. Онда біздің жаңағы ақуызымыз көпірмей қоятын болады. Және де ыдыстарымыздың барлығы құрғақ болуы тиіс. Осылай жеке ыдысқа ақуызын бөлген дұрыс болады. Және де 140 грамм қантымызды 2 бөліп, яғни ақуызына жартысын, сарыуызына жартысын қосатын боламыз. Алдымен дайындап қойған ақуызымызды бір қабат осылай миксердеп аламыз, одан кейін қантымызды біртіндеп сала бастаймыз. Алдымен ақырын жылдамдықта, одан кейін қатты жылдамдықта барынша миксерлейтін боламыз. Дайын болғанын осылай біздің ақуызымыз ыдысымызды төңкерген кезде де түспейтін болу керек. Сонда біздің жаңағы ақуызымыз дайын болды деген сөз. Енді сарыуызымызға қалған қантты қосып, және де аппақ болғанша осылай миксерлейтін боламыз. Бұл жерде 120 грамм ыстық сүтті бірден құямыз, және 100 грамм сұйық май құйылған. Ол видеоға өкінішке орай түспей қалған екен. Және де 180 грамм ұнымызға 20 грамм какао ұнтағын қосып, екеуін бірге електен өткізіп қосатын боламыз. 2 бөліп қосамыз. Он грамм қамыр қобыстқыш қосамыз. Бір бөлігін салғаннан кейін осылай ақырын жылдамдықта миксерлеп аламыз. Қалған бөлігінде електен өткізіп қосып, ақырындап миксерлеп аламыз. Кішкене қоюлау масса болады. Массамызды күрекшенің көмегімен осылай ақырындап шет-шетін тазалап алғаннан кейін, жаңағы дайындап қойған ақуызымызды ақырындап саламыз. Массамыз басылып қалмас үшін жоғарыдан төменнен жоғары қарай араластыратын боламыз, және де ақырын жылдамдықта араластырамыз. Сонда біздің бисквитіміз арасы ашылып әдемі пісетін болады. Енді кезегіде осындай противенге кальций дайындап алып, бисквитімізді пісіретін боламыз. Алдын ала духовкамызды 160 градусқа қыздырып қоямыз. Және де 45 минут 1 сағат көлемінде ақырын ұзақ уақыт пісіретін боламыз. 150-160 Цельсий градусқа қоямыз. Және де піскенін осылай шпажканың көмегімен тексеретін боламыз. Алғашқы 30 минутта духовканың есігін ашпаймыз, себебі бисквитіміз түсіп кететін болады. Біздің бисквитімізді кальцийдан шығарып суытамыз.
2 сағат 3 сағат көлемінде суып болғаннан кейін кремін дайындап тортымызды жинауға болады. Осындай бетіндегі көтеріліп қалған артық бөлігін алып тастасақ болады. Дайын болған бисквитімізді осындай пышақтың көмегімен 3-ке бөліп дайындап аламыз алдымен. Көріп отырғандарыңыздай арасы әдемі піскен. Кремін дайындау үшін творожный сыр, мұнда 220 грамм, бұдан көбірек қоссаңыздар да болады. Творожный сырға 100 грамм қант ұнтағын қосып, ақырындап жақсылап миксерлеп аламыз алдымен. Одан кейін 500 грамм сливкемізді 33% болу керек міндетті түрде. Сливкемізді құйып миксерлейміз. Сливкиді осылай жақсылап ашып, жаңағы упаковкадан шет-шетін барлығын ашып, жаңағыдай шайқап жіберген жақсы. Массамыз әбден қоюланғанда біздің креміміз дайын болады. Тым көп миксерлеп жібермейміз. Осындай крем түрінде келгеннен кейін бір шетке қоя тұрып, ендігі кезекте варенкамызға арахис қосатын боламыз. Варенка бұл жерде жақсы сапасын таңдаған дұрыс. Осындай любавинка деп аталатын варенканы немесе 3 желанияның варенкасын немесе деп деген фирманың варенкасын пайдалануға болады. Бір банка варенкаға 100 грамм көлемінде арахис салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді кезекте тортымызды жинайтын боламыз. Жаңағы подставкамызға кішкене крем жағып, үстіне осылай бисквитіміздің бір бөлігін қойып, ортасына крем жағамыз. Көз мөлшермен дайын болған кремімізді 2 бөлікке бөлеміз, одан кейін кішкене біраз бөлік алып қаламыз, яғни торттың сыртына. Кремімізді салғаннан кейін ортасына варенка қосылған арахисіміз, жаңағы арахис қосылған варенкамызды саламыз. Енді осылай бисквиттарымызды кезектестіріп орналастырамыз. Енді кезекте жаңағы бисквиттің ең төменгі бөлігін жоғары қаратып салатын боламыз. Сол кезде тортымыз теп-тегіс болады беткі жағы, және де крем жағуға ыңғайлы болады. Осылай қалған креммен кішкене слой ғана жағып шығамыз, және де тоңазытқышқа кем дегенде 2-3 сағат немесе 1 түнге қоятын боламыз. Креміміз әбден сіңу үшін. Енді кезекте кальциядан шығарып, жаңағы алып қалған кремімізді тортымыздың шеттеріне жағатын боламыз. Міндетті түрде 2-3 сағат тұрғаны дұрыс. Тоңазытқышта себебі креміміз кішкене өз қалпын жинап, кішкене қататын болады. Тортымыз біркелкі әдемі шығады. Енді кезекте қалған кремді осылай қасықтың көмегімен немесе шпательдің көмегімен жағатын боламыз.
Кремнің барлық бөлігін жағып болғаннан кейін осындай шпательдің көмегімен тегістейтін боламыз. Қатты қалың қылып жағудың қажеті жоқ. Жұқалап жақсаңыздар болады, себебі сыртынан шоколад құятын боламыз. Ендігі кезекте бетіндегі глазурге арналып кішкене 20-30 грамм көлеміндегі арахисті осы пышақтың көмегімен бөліп алатын боламыз, және де 100 грамм Қазақстан шоколадын микроволновкада ерітетін боламыз. 2-3 ас қасықтай сұйық май құйып микроволновкада ерітетін боламыз. Шоколадымыз 200 грамм көлемінде болса тіпті жақсы болады. Осылай ерітіп алғаннан кейін шоколадымыз сұйық түрде болу керек. Осыған жаңағы арахисімізді қосып, тортымыздың бетіне құятын боламыз. Бұл жерде менде кішкене шоколадтың көлемі азырақ болып қалды. Сондықтан шеттеріне аздап жейтін креме қалды. Осылай палетканың көмегімен тегістеп шығатын боламыз. Және де шеттеріне де осылай жағамыз. Шоколадты жағып болғаннан кейін тоңазытқышқа жарты сағат 1 сағат көлемінде кішкене шоколад қату үшін қоятын боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.